Ғылым мен өнердің ордасы Алматыға 2012 жылы қоныс аудардым. Үрейім ұшып қорықпасам да, ертеңгі күннен не күтеріңді білмей қобалжыған кездерім болды. Ол өзің үшін емес, жетектеп келген бала мен шағаның алдындағы жауапкершілік сезімі. Келген күннен бері осы уақытқа дейін арқаны кеңге салып жайланған кезім болмапты. Күндіз қызмет жауапкершілігі, одан босаған соң кешкі кезең, түннің бір уағына дейін шығармашылықпен айналысу, түрлі кездесулерге бару, студиядағы жұмыс пен концерт, телевизиялық түсірілімдер мен 5 жылдың қалай зымырап ағып өте шыққанын байқамаппын. Біз бүгін мақтансақ сол баяғы аналарымыздың жолын қуған, аналарымыздың сарқындай болған қыздарымызбен мақтанамыз. Бүгінде мен білетін сол қыздардың екеуі болса біреуі болса жалғыз өзі, ол Жанат Қарманқызы. Аналардан келе жатқан бір жақсы ізеттілігі бар, ибасы бар, мейірімі жүзінен төгіліп тұрған қызымыздың бірі. Ішкі сарайы ол бір бөлек. Өнер жолында, еңбек жолында кәдімгі қадау ізі қалып жатыр. Істеген жерінде ұйымдастыру шаралары, оның ішінде үлкен ізгілік ұлттық ниетпен, ұлттық нышанмен, соның барлығы исі қазақ үшін жасалған дүние деп ойлаймын. Бағана өркениетті деп отырмын. Бұл несімен? Мынау бүгін теледидарда кейбір біздің режиссерларымыздың тіліне тиек етіліп жүрген шоу хабарлар, Жанат баяғыда, мысалы сол Екібастұзда жүргенде, соның барлығының басын құрақ біткен қыздарымыздың бірі. Жаннаның өзінің өмірге деген құштарлығы, мына адамға деген сүйіспеншілігі, жалпы мәдениетке, сахнаға деген өзінің махаббаты, әрине міне соның арқасында осындай абыройға жетіп отыр. Ондай болса, тойларыңыз құтты болсын, амандықта, саулықта, жақсылықта кездесуге жаратқан иеміз нәсіп етсін. Үлкен қалада үлкен мүмкіндік бары рас. Мұнда ең бастысы уақыт тапшылығы. Содан болар біздің жұмыс күніміздің ұзақтығы кейде 12-14 сағатқа шейін де созыла береді. Шын жүректен бүгінгі үлкен мерекелік кешпен Жанат ханымды құттықтаймын. Елдің елеулі, халықтың қалаулы қызы болып жүре берсін. Әрқашанда гүлдей жайнап, осы Жанат ханым өнерге деген өз үлесін қосып жатыр. Сондықтан да мен өте қуаныштымын, құттықтаймын. Жалпы сахнаның шымылдығын түріп, құшағын айқара ашып, маған сүйікті қызмет пен ән салу мүмкіндігін берген Алматыма ризамын. Шын жүрегімнен Жәкеңді мен үлкен шығармашылық кешімен құттықтағым келеді. Расында да ол кісі тек қана туған жеріне емес, бүкіл Қазақстанға еңбегін сіңдіріп, керемет дүниелерді жасап, бүкіл Қазақстан қазақ өнеріне үлкен үлесін қосып жүрген жан, өте талантты, үнемі сондай бір позитивті күйде жүретін, үнемі энергиясы таусылмайтын, расында да өзі өнерлі, талантты, өзінің әні бар, ерекше стилі бар, ешкімге ұқсамайтын бір болмысы бар. Сондықтан да мен шын жүрегімнен құттықтай отырып, шығармашылық табыстар тілегім келеді. Мен Жанат қарындасымызды бұрыннан да білетінбіз. Өзінің адамға деген жүрегі, қарым-қатынасы, Қарақат екеуміздің өзінің бағдарламасында қазақ радиосында берілген әбден әңгімелесе отырып, тіптен ақтарылдық. Журналистің де түр-түрі болады. Бір журналист сені аша алады, екі журналист сені аша алмайды. Яғни оны әңгімеңде селқос болады деген сияқты. Бұл өнердің қыр-қыр, сыр-сыры өте көп. Сондықтан бірнеше өнерді арқалап жүрген, әрі осындай үлкен мәдени ошақтың, республиканың белгілі үлкен мәдени ошақ деп атар едім. Оның тұтқасын ұстап, оны басқарып отыру ой жұмыс емес. Соның бәрін арқалап жүрген Жанат қарындасымызға сәттілік тілеймін. Денінің сау, ғұмырының ұзақ болуын тілеймін. Енді мына елде беріп атқан есеп беру концерті сәтті өтуіне тілектеспін. Сол ризашылығымды ғашықтар мекені Алматыны және Алматының тұлғаларын елге паш ететін
Мәңгі махаббат мекені атты қазақ радиосы эфирінен берілетін апталық радио және осы атпен жыл сайын өтетін телевизиялық гала-концерт жобасы арқылы, яғни махаббат жыршылары арқылы жырлап келемін. Жанатқа шығармашылық табыс тілеймін, қажымас қайрат тілеймін, қанатың талмасын, өнердің биік, бұдан да биік шыңдарына шыға беруіңе шын жүректен тілектеспін. Екібастұз өңірінен шыққан керемет перзенттердің осы бір елге тарту үлкен қуанышты мерекесі тағы да құтты болсын. Осыны ұйымдастырып басқасында жүрген Жанат ханымға үлкен рахметімді айтам. Әр ер азамат туған еліне, туған жеріне дейді, туған жері, туған еліне дейтін сүйіспеншілігін қарсы алыңыздар. Сіздерменен барлық жақсы күндерде аманшылықта кездесуді нәсіп қылсын. Жанат сіңіліме бүгінгі кешің жақсы өтсін. Көрерменнің көңілінен шық. Көрерменге ең әдемі әндеріңді сыйла. Жанатты бір көрген көрермен ұмытпайтын болып, сүйсініп, ерекше жүрегінен орын ал. Саған тек қана шығармашылық, үлкен табыс тілеймін. Махаббат мәңгі